Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге қамырды дұрыс илеп, бетін тегіс қылып жайып, және қамырдың суда езілмейтін, жыртылмайтын және де сынбайтын құпия рецептілермен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымызды дұрыс илеп, тегіс қылып жаю үшін ең алдымен ұн керек. Менде 200 грамм ұнымызды қасықтың көмегімен ортасына ашып алдым да 2 жұмыртқаны салдым. Егер сіздің жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, бір жұмыртқа да жарай береді. Жұмыртқа қосуымыздың себебі біздің қамырымыз езілмес үшін. Енді кезекте міндетті түрде бір шыны суық суымызға міндетті түрде суық болу керек. Бір шай қасық тұзымызды алып қосып араластырып аламыз да қамырымызға бөліп қосамыз. Міндетті түрде бәрін қоспаңыздар. Видеода көріп тұрғанда ең алдымен қасықтың көмегімен ұнды сумен біріктіресіздер. Одан кейін қолдың көмегімен біздің жаңағы біріккен ұндарымызды қамыр қылып, үлкен қылып осындай біріктіретін боламыз. Міне біздің видеода көріп тұрғандарыңыздай менде осындай сары қылып қамыр иленіп шықты. Қамырымызды біріктіріп илегеннен кейін ішіндегі түйіршік қалмас үшін және де қатты қылып біз егін қандырып илейтін боламыз. Міндетті түрде қамырларыңыз қатты болуы керек. Енді беті тегістелгеннен кейін бетін жауып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. 5-10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып ұнды себу арқылы жаятын боламыз. Міндетті түрде ең алдымен саусақтың көмегімен жаясыздар және осы кез өте маңызды. Қамырларыңыздың дөңгелек және өзінің формасын сақтайтын бәрі біркелкі болып шығу үшін осы кезде бәрін бірдей қылып міндетті түрде саусақтың көмегімен жайып аласыздар. Одан кейін оқтаудың көмегімен жай ғана бетін тегістеп шығатын боласыздар. Ол осы кезеңде маңызды. Осылай жасаңыздар. Ең алдымен ұнды сеуіп отыру арқылы біз оқтаудың көмегімен бетін осылай тегістейміз. Сіздің жаңағы илегендегі саусақтарымыздың ізі қалмайтындай қылып бетін тегістеп аламыз. Сонда біздің қамырларымыз біркелкі тегіс болып шығады. Тегістеп шыққаннан кейін екі шеттерінің ішіне қаратай видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан дөңгешік қалдыратын боламыз. Ол біздің қамырларымыздың бәрі біркелкі болып шығу үшін. Видеода көріп тұрған ортасы осындай кішкене қалыңдау болып қалу керек. Шеттерін ғана жұқалау қылып жаямыз. Енді кезекте біздің оқтауымызға біздің қамырымызды жақсылап орайтын боламыз. Міндетті түрде қатпар қалып қалмас үшін міне оқтауға жақсылап бекітіңіз. Ішінде ауа қалып қалмас үшін қадағалаңыздар. Бәрін тегіс қылып біркелкі асықпай осылай видеодағыдай қолдың жаңа күшін түсірмей жай ғана қолдың икемі өзі бүйтіп екі шетке кеткенше жаңағы жаятын боламыз. Әр жайғаннан кейін орындарын ауыстырып ұн себу арқылы тегістеп отыруды ұмытпаңыздар. Жаңағы бір жайып алғаннан кейін міндетті түрде егер сіздерде жаңа қисықтау болып шығатын болса оқтаудың көмегімен бір рет бетін тегістеп аласыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай одан кейін шетінен бастап қайтадан оқтауға жақсылап ауа кіргізбейтіндей қатпар қалып қалмас үшін жақсылап орап алып екі жаңа қолдың күшін түсірмей илеп аламыз. Одан кейін ең соңында жұқара бастаған кезде барып қана біз қолдың күшін түсіріп жақсылап қаттырақ қылып қамырымызды жаятын боламыз. Және ең соңында жұқарған кезде екі бетін видеодағыдай біріктіресіздер да үстінен оқтаудың көмегімен бір рет илеп алатын боласыздар. Бұл илеуіміздің себебі біздің қамырларымыз барлығы біркелкі және де жыртылып кетпес үшін. Қазір видеода көрсететін боламын. Міне саусақтың көшімен жаңа басқан кезде ешқай жері жыртылмады, бәрі бір тегіс болып тұрды және ішінде жұмыртқа қосқандықтан да біздің қамырымыз езілмейді. Ең соңғы этапында жұқарған кезде қолдың күшін барынша түсіріп жұқа қылып үстінен басу арқылы қамырымызды жайып аламыз және оқтауға орап пышақтың көмегімен кесіп аласыздар. Осылай қамырды дұрыс илеп және жаятын болсаңыздар, манты, пельмен, бешбармақ тамақтарыңызда қамырлар езілмейтін, жыртылмайтын және өте керемет дәмді болып шығады. Біздің қамырларымыз дайын болып шықты. Сіздермен бірге болған Жанат. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.